Мен тұтас қазақпын. Мені бөлшектеу мүмкін емес. Мен бір қазақ емеспін, бар қазақпын. Осындай сезім сенің де, сен секілді жастарымыздың да жүрегіне ұяласа екен деп тілеймін. Мен ұлы жүздің Дулат тайпасынан шыққанмын. Ол мынадай руларға бөлінеді. Ботбай, Шымыр, Сиқым, Жаныс. Шымыр көп пе, Шыбын көп пе, Сиқым көп пе, Қиқым көп пе, Жаныс көп пе, Қамыс көп пе. Ата-бабам осындай аңғал сұрақтарымен осы рулардан шыққан адамдардың көптігін тұспалдап білдірген. Туған жерім мың бұлақ, арналы ақсай, ішсем суы татиды шекер балдай. Қызғалдақ, қалың егіс, көк жоңышқа, сенен артық жер шіркін өтер қандай. Көгерай шалғын кең өлкем, жерің дәнді, жазың салқын, жайлауың малға жайлы. Сағынып алыс жерден келгенімде, көзім тойып көркіңе мейірім қанды. Кең дала көремісің анау жақтан, жібектей жасыл шөппен белін жапқан, кілемдей күнге ойнап жүз құлпырып, мені ғашық етуге көп құмартқан. Бәйге алған, дода бұзған тұлпарға да, қыранды атышулы сұңқарға да, көкжалды арыстан ет деп мақтарсың, сырымды теңгерерсің жұпарға да. Сіздерге атам Бәйдібек жөнінде айтпағаным дұрыс болмас. Кіші рулардың көбі осы кісіден тараған. Сондай-ақ бұл кісінің кіші әйелі халық арасында домалағана атанған қасиетті әжеміз жөнінде де айтып өткенім жөн. Ол туралы аңыз ұрпақтан ұрпаққа таралған. Ал қиын сәттерде біз әжеміздің әруағына сыйынамыз. Кейде тіпті атамыздың есімін де атамаймыз. Оның есімі ізгіліктің символына айналған. Жүрегі кең, әрі кішіпейіл жан ретінде жадымызда сақталған. Кейде менің өнеге алған, тәлім үйренген, дәріс оқыған ұстаздарымды еске түсіріп, ойға бататыным бар. Сондай шырын шақтарда ең алдымен ата-аналарымның бейнесі елестейді. Солардың уағызы басымырақ бола береді. Өйткені есейе келе мен ұстаздарым талай-талай тағылымға бой ұрғызғанымен, олардың бірде-бір нақ өзімнің әжемдей, әке-шешем мен ауылдың қадірлі ақсақалдарындай өсиет айдынында жүздіре алған жоқ. Молынан құлаш сермет алған жоқ десем, ардақты ұстаздарымның көңіліне келмес. Бұл сезім өзіме қаныма тартқанымнан немесе жақыныма сезімнің бөлектігінен, әлде ата-анаға деген парызымның болдығынан ғана туып отырған жоқ. Өмір шындығының өзі ақиқатқа бас ұрары даусыз. Дүние тарихы, жаратылыс шежіресі, жан-жануар болмысы жайлы алғашқы әңгімені әжемнен естігенімді, адамзат қауымының қалыптасуы туралы тұңғыш мағлұматты әжемнен алғанымды қалай ғана ұмытармын. Әрине ол кезде мен де өзге сәбилер сияқты әжем айтқан ертегі мен аңыздардың түпкі байыбына бара бермейтінмін. Әке әңгімесінің өсиетін ұға бермейтінмін. Және үлкендердің талай-талай өнегесін орындай бермейтінмін. Ол кезде мені қызықтыратыны ертегі аңыздардың ғажайып оқиғалар еді.
Енді міне есейіп, ер ағасы болғанымда ойласам, мен сол әңгімелерден адамзат өресінің өрісін тани берген екем ғой. Жастар озық дәстүрлер негізінде тәрбиеленуі тиіс. Дәстүр өткен күннен қалған жансыз жәдігер емес. Бүгінгі және алдағы ұлы шайқастарға арналған ежелден шыңдалып қайралған құдіретті қару. Бауыржан Момышұлы 1921-1922 жылдары Жуалы ауданының Евгеньевка мектебінде Көлбастау ауылы қазіргі Ахмет Байтұрсынов атындағы нөмірі 13-ші мектепте оқыды. Ал 1925-1928 жылдары Шымкенттегі мектеп-интернатта қазіргі Спатаев атындағы нөмірі 7-ші мектеп-лицейінде оқыды. Оның ұстазы әрі мектеп директоры Тәңірберген Отарбаев болған. 1928 жылы Бауыржан Момышұлы Шымкентте мұғалімдерге арналған 3 айлық курсты аяқтады. 30 жылдары ол Жуалы ауданында түрлі лауазымда жұмыс істеді. Мұғалім, аудандық халық депутаттары кеңесі атқару комитетінің жауапты хатшысы, аудандық атқару комитетінің төрағасының орынбасары, аудандық милиция бастығы, көмекші, содан кейін аудандық прокурор болды. 1931 жылдың соңында Момышұлы жұмысқа орналасу үшін ауылдан Алматы қаласына келеді. Ол Алматы ауыл шаруашылық институтының директоры Ораз Жандосовтың жеке хатшысы болып жұмыс істейді. 1932 жылы Бауыржан әскер қатарына шақыртылып, Орта Азия әскери округінің 3-ші Түркістан атқыштар дивизиясының 14-ші таулы атқыштар полкіне курсант болып қабылданады. 1933 жылы сол бөлімде взвод командирі болады. 1934 жылдың қаңтарында әскери қызметін аяқтағаннан кейін Момышұлы запасқа шығарылды. Кейін ол Ленинград қаржы академиясының қысқа мерзімді курстарын аяқтап, өнеркәсіптік банктың Қазақстандық республикалық кеңесінде аға кеңесші болып жұмыс істеді. 1936 жылы Бауыржан Момышұлы қайтадан қызыл әскерге шақырту алды. Ол қиыр шығыста Кеңес одағының маршалы Блюхер басқарған арнайы қызыл ту қиыр шығыс әскерінде қызмет етті. Оны Орта Азия әскери округінің 105-ші атқыштар дивизиясының 315-ші атқыштар полкіне жіберді. Бұл жерде танкке қарсы батарея взводының командирі, командирдің көмекшісі және батарея командирі, артиллерия дивизионының командирі болды. 1938 жылы Бауыржан артиллериялық батарея командирі ретінде Хасан көлінің жанындағы жапондық Квантун әскерімен шайқасқа қатысты. Екінші дүниежүзілік соғысы басталғаннан кейін 1940 жылы Момышұлы Киев арнайы әскери округіне ауыстырылып, Бессарабияны КСР-ға қосу операциясына қатысты. 1941 жылы тәжірибелі артиллерия командирі қайтадан Орта Азия әскери округіне жіберілді және Қазақ КСР Республикалық әскери комитетінің әскерден тыс даярлығының аға нұсқаушысы болып тағайындалды. 1941 жылдың шілдесінде округте генерал-майор Панфилов басқарған 316-шы атқыштар дивизиясы құрыла бастады. Аға лейтенант Момышұлы 1073-ші Талғар атқыштар полкі батальонының командирі болып тағайындалды. Алдыңғы шепте өзімді аяғаным жоқ. Жауынгерлермен қатар тұрған дұшпанмен жағаластым. Халық ұлдары жаумен жағаласқанда оларға мен сендім, олар маған сенді. Жауынгер аты, командир аты, ары, екеуі басын қосып, қиын жағдайда абыройға ие болдық. Мен істедім дегенше, мұны мен жазғаным рас, бірақ шығарманың шын авторлары ақ-ниет қалпында маған сенген жауынгерлерім, соларға сенген менмін деп басталатын шығармамда айтылған.
соғыс құрбандықсыз болмайды. Соғыста адамды өлтіреді, оны мүгедек қылады. Мұны барлық жақсы біледі, және отан алдындағы өзінің қасиетті парызын орындау үшін ұрысқа саналы түрде барады. Ұрыста әрбір жауынгер қымбат. Саптан шыққанның орны толмайды. Әрбір сарбаз әскери бірлік. Қорғаныста да, шабуылда да бір-біріңді жауға қарсы белсенді де шебер іс-әрекеттерімен сақтаңдар. Солдат ұрысқа өлу үшін емес, өмір сүру үшін барады. Панфилов держал фактически батальон. Панфилов іс жүзінде Бауыржан Момышұлының батальонын резервте ұстады. Мұндай жағдайлардан кейін ол жаудың қорғанысын бұзып өтіп, қоршауға алынды. Бірақ оның тактикасы Бауыржан Момышұлының спиралі осы уақытқа дейін әскери оқу орындарында оқытылады. Ол майдан шебінің артындағы аумаққа жаудың тылына қарай кетіп, оны айналып өтіп, өз батальонын толық құрамда алып шықты. Тіпті жолда оған өзінің бөлімшесінде емес, қоршауда қалған барлық жауынгерлерді қосып алып отырды. Вне своего подразделения, в окружении. Менің мұны спираль деп атайтын себебім, Мәскеу түбіндегі Панфилов дивизиясының барлық ұрыстары соған ұқсас болады. Ол біресе жау қолын қиялай өтіп, бір шетке секіріп, жауды соңынан 10 шақырымдай салпақтатса, сонан соң тағы бір секіріп, қарсы алдынан кес-кестеп, іле-шала бұлт етіп, тайып тұрады. Осындай маневрлермен жаудың күшін бөлшектеп, біздің бөлімдер үлкен бөлімге шығады. Бұл тура мағынасында жауды тыйтықтатып, уақыт ұтуға мүмкіндік береді. 4 жыл соғыста не болды? Біз тек ұлы оқиғалардың болғанын, олардың адамның тәніне, отбасына, жан дүниесіне, психикасына әсер еткенін ғана сезінеміз. Қанға толы жер ана, оның өсімдік жамылғысы, біз ұңғыма окоп деп атайтын жер бетіндегі терең жаралар соғыстың белгісі ғана болғанымен, олардың ғұмыры қысқа. 2-4 жылда, әр кетсе 5 жылда қалпына келеді. Жер ана мен табиғат өзінің жарасын өзем деп, осы сұмдық соғыстың қалдығын өшіреді. Бірақ мұны адамның жадынан, халықтың жадынан өшіру мүмкін емес. Және ол біздің қазіргі жадымызда одан да терең өмір сүруі керек. Біз қазақпыз дегенді ұялмастан, қызармастан, жер жүзіне айқайлап айттық. Бұған куә тарих, халық. Бұған куә түнде ұйқы, күндіз күлкі көрмеген еңбегіміз. Бұған куә достарымыз бен дұшпандарымыз. Проблема участия в войне людей не русских национальностей, это отдельный. Орыс емес ұлттардың соғысқа қатысу мәселесі жеке мәселе болды. Үлкен мәселе болды. Бұл 42-ші жылдың ортасына дейін, немесе 42-ші жылдың соңына дейін бұл мәселе жалғасты. Орыс емес ұлттардың жауынгері тарапынан көптеген шағымдар болды. Кейбір командирлер оларға қисық, шовинистік тұрғыда қарады. Құжаттарда ол жағдайлар жазылған.
тіркелген, көшірмелерде сақталған. Олар өздеріне келген орыс емес ұлттардың жауынгерлерін полкке келген кезде миналы алаңнан өткізетін, немесе оларды бірінші болып шабуылға жіберетін. Олар құлап, қалғандары алға ұмтылды. Мұндай жағдайлар көп болды. Много таких было случаев. Нағыз жеңіс үшін соғысқан, халықтың жеңісіне шын жүректен үлес қосқан адам өз борышын адал орындағанын мақтан тұтады. Жауынгер жеңімпаз деген мәртебелі атаққа лайық екенін біледі. Ол қай жерде болса да, қай кезде болса да, әрдайым жауынгерлік ар намысын көзінің қарашығындай сақтайды. Өйткені ол марапат үшін соғыспады, байлық үшін соғыспады, өзімшілдік немесе жеке мүдде үшін күреспеді. Ол халықтың, мемлекеттің абыройы мен намысы үшін соғысты. Мұндай адам ешқашан өзіне тұрмыстық ысырапшылдықты, саудагерлік айланы немесе арсыздықты кешірмейді. Ол жауынгердің ар намысын ұсақ түйекке, пайдасыз дүниеге айырбастамайды. Өйткені ол ер, ол азамат, ол жауынгер. Оның ар намысы кез келген бақыттан қымбат. За те, говорит, подвиги, которые в боях. Мәскеу түбіндегі және өзге де шайқастарда көрсеткен ерліктері үшін Момышұлы Кеңес одағының батыры атағына ұсынылды. Бірақ оған бұл атақ берілмеді. Әрине, ол кім арыз шағым жазғанын жазбайды. Бірақ оған Панфилов дивизиясының саяси бөлімінің аға нұсқаушысы Ақай Нүсіпбековтің өзі тікелей куәгер. Ол маған Петр Логвиненконың фотосуретін көрсетіп, ол қазір Куйбышев қаласында тұрады деп айтты. Бұл 75-ші жыл болатын. Кеңес одағының батыры атағын бермеу үшін Бауыржан Момышұлына 2 рет жедел хат жазылған. Міне, осындай нәрселер оның артынан ерген, және бұл қалыпты жағдай болды. Әрі оның ұлты орыс емес. Армияны қысқартып жатыр. Оларға не үшін қазақ генерал, немесе басқа біреу қажет? Армия сокращается, а зачем им нужен там генерал-казах или кто-то там? Бауыржан Момышұлы соғысты полковник шенінде аяқтап, 9-шы гвардиялық атқыштар дивизиясының командирінің орынбасары болды. Оның жалғыз марапаты Қызыл ту ордені болды. 1948 жылы Момышұлы КСР қарулы күштерінің бас штабы жанындағы Ворошилов атындағы жоғары әскери академияны аяқтады. 250 түлектің арасынан тек оған ғана генерал шені берілмеді. Тамаша оқу үлгерімімен оның бағасына қарамастан, Бауыржан академияның алғашқы бітірушілерінің арасынан осы әділетсіз шешімді алған жалғыз адам болды. Баукең айтқан емес, мен де сұрамадым бұны. Ал енді менің өзім шамалауымша Сталинмен кездескенін айтпай кетті ғой осы. Ал негізі кездескен екен. Сталин ұнатпаған. Одан кейінгілердің бәрі сол Сталин қабағына қарады ғой деп ойлаймын мен. Ал Баукең ол атақ алғанын, алмағанын ешқандай оны уайымдаған емес, ойлаған емес. Шын мәнінде ол кісіге берілмегені, Совет одағының батыр атағының берілмеуі, күншілдер мен шовинистердің кесірі. Ол күншілдер өз жағымыздан да шықты, сол қасында жүргендерден де шықты. Ал жоғарыда отырған шовинистер Баукеңнің мінезін көтере алмады. Ол мінезін көтере алмағанда әділ, адал айтатын адам ғой бұл кісі.
басыңды шабам десе, қылышпен кесем десе де қайтпайтын, айтар сөзін айтатын кісі. Бауыржан Момышұлына тек генерал шенін бермей ғана қоймай, сонымен қоса 1948 жылы Сібірге аттандырып, онда оны Шығыс Сібір әскери округінің 49-шы жеке атқыштар бригадасы командирінің орынбасары етіп тағайындайды. Кейін оны Молотов атындағы тыл және жабдықтау әскери академиясына ауыстырады. Ол жерде Момышұлы 5 жыл бойы жалпы тактика және жедел өнер кафедрасының аға оқытушысы болып жұмыс істеп, курсанттарға дәріс оқиды. Қазақ тарихындағы ең үлкен асқар бел Алашорданың құрылғаннан бастап оның құрғанына дейін. Ең үлкен саяси айтыс пен тартыс сол дәуірде болған еді. Сол дәуірдің адамдарына қасы бар, тұспаны бар, әділ ғылыми билік айта жазылған еңбектер әлі жоқ. Сол тақырып өте үлкен тақырып екендігін айттым. Мұхтар мен Сәбит екеуі де ол дәуірді әділ жаза алмайды. Оған адалдықтары мен ерліктері жетпейді. Екеуі де жалтақтайды. Осы проблеманың қайта қолға алынуын орталық комитет шешу керек болар деген пікірлер айтып тілдестік. Ілияс Омаров пен профессор Темір Дарханбаев келді. Жалпы әңгіме болды. Профессор Қаныш Сатпаевтың қайтадан ғылым академиясының президенті болатынын, Асқар Закариннің жақын күндері кеңеске келетінін және Ахмет Жұбановтың партия билетін қайтаратынын хабарлады. Мен оларға уақыт келгенін, бұрын кеткен адамдардың істерін қайта қарап, ақты ақ, қараны қара деп анықтау керек екенін айттым. Олардың кейбіреулері де ғылыми жұмыстармен айналысқан. Оларды барынша тазалау керек. Бейімбет, Сәкен, Ілияс, Жансүгіров және басқалары шынымен халық жаулары болды ма? Мен бұған күмән келтірдім. Егер мен олардың істерін тағы бір қарап, олар ақталатын болса, онда олардың кейбір шығармалары әдебиеттің байлығына қосылар еді деп ойлаймын. Баукең рухани көпір бізге. Себебі Алаш арыстарының еңбектерін бізге жасырып тастады. Атын білгенбіз, затын білмейміз. Сол Баукең запрет кездерде жатқа айтып жүретін Мағжандарды, Байтұрсыновтарды, әсіресе Жүсіпбекті қатты мақтайтын ол кісі. Мағжанның өлеңдерін жатқа айтатын, орысшаға аударды оны. Алаштың, оны бір күн сұрадым. Сіз жас болдыңыз, қара кітап, айтты, мен оқыман кітап жоқ әйтеуір. Қолыма түскен бәрін оқам деді. Сонда ең оқытылатын кітап осылардың кітабы болады деді. Мен басыма жастанып жүріп оқам. Бұлардың барлық нәрсін білем. Кейіннен байқадық қой. Алашпен бізді байланыстырған көпір ол кезде Бауыржан Момышұлы болды. Тойда, тағы басқа жерде Мағжанның өлеңдерін, өнген әсіресе Мержақып Дулаттың Оян қазағынан жатқа айтып отыратын. Соның ішінде ең қатты қадірлейтін Мағжан болды. Баукең арабша жазған, латынша жазған, төтенше жазған, әсіресе арабша көп жазған. Сәбит Мұқанов екеуі әңгімелесіп отырғанда, Сәбит Мұқанов алашордашылар жамандайды. Сосын Баукең айтады, мен тыңдап отырдым дейді. Сосын біткеннен кейін айттым дейді. Бірде сәбең Сәбит Мұқанов алашордашылар деп Ахаңды, Ахмет Байтұрсыновты, Жаһанды, Міржақып Дулатты, Мақаңды, Мағжан Жұмабаевты, Жүкеңді, Жүсіпбек Аймауытовты жамандады. Сөзін аяқтасын деп төзіп тыңдадым. Болдырып тоқтаған кезде, сәбе, неге маған оттамағың дейсіз, дедім. Ей Бауыржан, мен саған қашан оттамағың дедім, деді таңғалып. Екі көзі шарасынан шыға жаздап.
Қазір айтып отырсыз. Қазір қалайынша? Сәбе, маған оттамағың дедіңіз ғой. Енді мен сізге оттамағың деймін. Сіз жек көріп жамандап отырған кісілер менің ұстаздарым. Түсінікті ме? Әй, Бауыржан, сен де солай ма едің деп Сәбеңнің үні өшті. Байқауымша, ағаларым маған жолыққанды, оңаша сырласқанды іштей қалайтын. Ол кісілердің менен бойларын аулақ ұстайтындарының сөйлескенде абайлап сөйлесетіндерінің себебі ұлтшыл деген қоңырауым бар ғой. Ол қоңыраудың дауысы Кремльге дейін жетіп тұратын. Осы себеп біздің арамызды, яғни мені мен ағаларым арасын Қытай қорғаны сияқты бөліп тұрды. 1955 жылы Бауыржан Момышұлы кеңес әскерінің қатарынан кетті. Бұл ол үшін қиын шешім болды. Мекемтас Мырзахметұлы. Армиядан 46 жасында кетіп қалды ғой. Кеткенде де жетіскеннен кеткен жоқ. Бұл туралы Баукең маған өзі айтып еді. Өзінің ұстазы дивизияның бұрынғы командирі Шестаковқа хат жазады. Ол хатында мен бір ойға келдім. Себебі мен бұл жұмысты қояйын деп отырмын дейді. Неге қояды? Өйткені бүкіл кеңес одағының қорғаныс министрлігі Баукеңе қарсы болды. Соғыста жүрген кездің өзінде бұл кісінің үстінен біраз домалақ арыздар жазылған. Майданда жанында бірге жүрген политруга құшақтасып бірге жатқан досының өзі арыз жазыпты. Сондықтан да Совет үкіметі системалы, жүйелі түрде Баукеңді қудалап отырған және үнемі бақылап отырды. Өз кітаптарым, өз балаларым. Мен оларды бар жетістік, кемшіліктерімен қоса сүйем. Олардың да отаныма адал қызмет еткенін қалайым. Көрген көзді, естіген құлақта жазық жоқ деген қазақтардың сөзі бар. Сол себепті көрген білгенімді қазақ, орыс тілдерімен ұрпаққа өз көзқарасымен айтып келуді парыз санадым. Жазғандарым көп, басылғандары аз. Оған таласып, өкпелеп отырған мен жоқ. Менде ұрпақ керегін алады деген сенім мол. Ізденушілерге бірақ ескертерім бар. Өтірік айтсам, имансыз кетейін. Оқырман ұрпақтың есінде осы сөзім қалсын деп жазып отырмын. Менің жазғандарымның бәрі алтында күмісте емес. Жазғандарымды ақтап, түсініп оқыңдар, қарақтарым. Қатемді түзуге асықпаңдар. Мен өмір сүрген заман мен сендер өмір сүрген дәуірдің айырмасы жер мен көктей. Заман қайталанбайды. Дұрыс ұғымды Құдай кез келген адамға бере бермейді. Сол себепті абайлап оқыңдар деген ескертпем осыдан шығады. Аузыңды ашсаң, артың көрінеді дейді. Ұшқан ұяны түсініп оқысаң, мұның сырын түсінесің. Босқа айтылмаған сөз екенін ұғынасың. Ұшқан ұяның шын авторы мен емес. Ол кім десең, қазақшалап айтайын, ұяда не көрсең, ұшқанда соны білесің, оның авторы сол. Ұшқан ұяның авторы менің ортам, сондағы кейіпкерлер. Александр Бекке мен өте ризамын. Оны Александр Бектің өзі де теріс деген емес. Ол кісіге үлкен рахмет. Ол кісінің Волоколамское шоссе деген кітабы менің әдебиетке келудегі беташарым болды. Кейіннен менің жазғандарым «За нами Москва» деген кітапты екі тілде жаздым. Оның таралымы 2 миллионнан асады.
Сонымен мен маманданған жазушы емеспін. Мен материалмын. Басқаларға да өзіме де материалмын. Ол материалдығымды осы күнге дейін ешқашан аяған емеспін. мың 1963 жылы Фидель Кастроның сұхбаты жарияланды. Оған сіз екінші дүниежүзілік соғыстың қаһарманы ретінде кімді атар едіңіз деген сұрақ қойылды. Кастро былай деп жауап берді. Александр Бектің Волоколамское шоссе кітабының қаһарманы қазақ Бауыржан Момышұлы. Көп ұзамай Момышұлы Куба қорғаныс министрі Рауль Кастроның арнайы қонақ ретінде шақырылды. Фидель Кастроның арнайы шақыруымен 1963 жылы мен жолым түсіп Кубада болдым. Оның алдында да мен бір емес бірнеше дүркін шақырту алған болатын. Бірақ түрлі себептермен Мәскеу жақтағы басшыларымыз кешеуілдете берді. Күдерімді үзіп енді бармайтын шығармын деп жүргенімде, жазушылар одағының хатшысы Қуандық Шаңғытбаев Кубаға іс сапармен шығатынымды мәлімдеп, қолыма құжаттарын ұстатты. Мені онда барғаннан кейін тағы да 10 шақты күнге алып қалып, Кубаның барлық жерін түгелдей аралап шықтым десем де болады. Бұл сапардың сәті осылай түсті. Самолеттен түсіп, құжаттарымды таможенның қызметтеріне өткізгенімде, кубалық 2 жас полковник орындарынан атып тұрып, «Корнель полковник Бауыржан Момышұлы, сізді Куба жерінде көргенімізге қуаныштымыз» деді. Волоколамск тас жолы мен соғыс психологиясы кітаптары көптеген елдердің тілдеріне аударылып, Куба, Израиль, Финляндия, Қытай, ГДР және басқа да мемлекеттердің әскери оқу орындарының міндетті әдебиеттер тізіміне енгізілді. Бауыржан Момышұлы 1982 жылы 10 маусымда Алматыда қайтыс болды. Қазақстанның Россияға өз еркімен қосылғанның 250 жылдық өтіп атқан күні қайтыс болды ата. Әлгі қосылсаңдар өздерің қосыл, мен кеттім дегендей. Соныменен атамыз 4 күн жатты, жерленбей. Өйткені өкімет ана тойдың кезі ғой, той болып жатыр. 250 жылдық өткен күннің ертесінде РСФСР-дың әдебиеті мен мәдениетінің күндері басталды. Бүкіл орыстар көшіп келді. Құдай-ау, орыстардың атақтысының бәрі келді Алматыға. Ондай кезде атаны шығарып сала алмады. Өйткені халық келеді ғой, жиналады ғой. Міне сөйтіп, Құдай басқа салмасын, әлі күнге дейін ойласам жүрегім сыздап кетеді. Ешқашан еш жерде жазған жоқпын. Сонда ата жамбасы жерге тимей, жерленбей 4 күн жатты, 4 күн. Ойлап қара өзің, қандай ауыр. Мен бұл өмірден кетемін. Ол заңда. Кетпейтін ешкім жоқ. Өлу керек екен деп қорықпау керек. Оны саналы түрде білу керек. Оны заңды құбылыс деп қарау керек. Бірақ мен өлілердің ішінде кетпеймін. Тірілердің бірі боламын. Менің рухым халқымның есінде қалады. Менің кітаптарым кейбіреулердің баспаған жеріне дейін барады. Мынаны еш уақытта баспаңдар деп тиым салған жерлерім бар. Бірақ мен ана дүниеге кеткеннен кейін сендерге белгі берем. Мен өзімді данышпандар мен ұлылардың қатарына жатқызудан аулақпын. Бірақ үндеместердің данышпан, әлсіздердің ұлы екенін баяғыда түсіндім. Сондай-ақ
халықтың мені ұзақ уақыт ұмытпайтынын, ал бастықтардың өзіне тиімді болған кезде айтулы күндер мен мерей тойларда трибунада тұрып еске алатынын өзім білем. Мен үшін үлкен марапат халықтың алғысы. Мені марапатпен өлшемеңдер. Мені халықтың сенімімен өлшеңдер. Қазақ халқының өткен тарихындағы барлық жақсы дәстүрлер бүгінгі таңда қайта салтанат құруға тиіс. Халық даналығының алтын қазынасы біздің жетістігімізге айналып, біліміміз бен тәжірибемізді байытып, істерімізге қолғабыс жасауға тиіс. Халық жолымен жүр, сонда адаспайсың. Тіпті жұлдыздардың арасында да халықпен бірге бол. Сонда қабірде жатсаң да жалғыздықты білмейсің.